Биосаяси орналасуына байланысты Ауғанстанға 19 ғасырда алпауыт елдердің көзі түседі. Ағылшындар басып аламыз деп бірнеше рет шабуыл жасайды. Бірақ барлығы сәтсіз аяқталған. Содан 1919 жылы Аманолла хан Ауғанстанның тәуелсіздігін жария етті. Бұл монархиялық билік 54 жыл тыныштықта болған. Алайда феодалдық ұстанымнан халық қажып, патшаның маңында жүрген адамдар төңкеріс ұйымдастырады. Ауғанстан республикасы жарияланады. 5 жылдан соң ол да күйреп, Мұхаммед Тараки бастаған топ Ауғанстан демократиялық мемлекетті құрмаққа талпынады. Революция кеңесінің төрағасы болып Хафизулла Амин сайланған. Азамат соғысының қайта тұтануына Тараки мен Аминнің ұстанымдары себеп болды. Тараки кеңестер одағымен дос болып, сол бағытта дамуды құптаса, Амин Еуропа елдерін құп көрді. Қарама қайшылықтың күрделеніп бара жатқанын білген Тараки кеңес үкіметінен әскери қолдау сұрайды. Мұны құптамаған Амин мемлекет басшысына қастандық жасайды. Содан коммунистердің жақтасын сатып кеткен революция төрағасының сарайын совет әскері қоршауға алады. Бұл 1979 жылы. Совет сарбаздары Ауған жерінде 10 жыл соғысты. Бұл кезде ақш-та тыныш жатпады. Маджахеттермен құпия түрде келісім жасап, қаржылай қару-жарақпен көмек көрсетіп отырды. Уға көшті. Оларды қару-жарақпен, оқ-дәрілермен қамтамасыз еткен. Өстіп Ауған таулары мен даласы Совет өкіметі мен Американың арасында 40 жылға созылған қырғи қабақ соғыстың ақырғы майдан алаңына айналды. 1989 жылы Совет сарбаздары Ауған жерінен шығарылып жатқанда 70 жыл тұрған алып империяның көзі де үйрей бастады. Балтық елдері кеңес құрамынан егемендігі алып шыға бастаған болады. Биыл атақты егіздер ғимаратына жасалған терактіге 20 жыл толды. 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Нью-Йорктегі сауда орталығына ұшақ соғылып, жермен жексен болды. Бұл оқиғада осы Ауғанстандағы жағдаймен тікелей байланысты. Кезінде Советке қарсы соғысқан Әл-Каида ұйымы ақш-тың өзіне азу көрсете бастап, Бен Ладен бақылаудан шығып кеткен болады. Әл-Каида ұйымы ақш пен батыс елдеріне және ислам әлеміндегі олардың жақтастарына қыр көрсете бастады. 1996 жылы содырлардан құрылған ұйым қасиетті соғыс жариялады. Кенияда, Танзаниядағы жарылыстар, Йемендегі шабуылдар Әл-Каиданың алғашқы соққылары болды. Ал Нью-Йорктегі сауда орталығына Пентагонға шабуылы асқынған сәт еді. Сол жылдың 7 қазанда ақш Ауғанстанға әскер енгізді. Оны генерал Достумның сарбаздары қолдап, Әл-Каида талқандалып, 3 күнде жеңілді. Шатқалға тығылған Бен Ладенді жою үшін газ бомбасы да тасталды. Бірақ Бен Ладеннің көзі жою тек 10 жылдан соң мүмкін болды. ақш арнайы жасағының сарбаздары 2011 жылы нөмір 1 террористті тауып көзін құртты. Содан кейін Ауғанстан республикасында уақытша өкімет басқарған Хамид Харзай президент болып сайланып, Америка саясаткерлері зайырлы мемлекет құруға күш салды. Тек дін қорғаушы моджахеттер бір сәт тыныштық берген емес. Жыл сайын Ауғанстанда мыңдаған адам оққа ұшып отыр. Тау тас кезген дұшманның 20 жылда еш әлсіремегені ақш сарбаздары шыққаннан кейін ақ көрдік. Республиканың 300 мыңдық әскери тәліптерге бір айға шыдап бере алмады. Барлық қаланы соғыссыз бере салып қаша жөнелді.